Сәлеметсіңдер ме, құрметті 2 сынып оқушылары, қалдарың қалай? Қазір біз 2 сыныптарға арналған қазақ тілі пәні бойынша 60-шы сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы тақырыбы бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бізде 38, 39, 41, 40-41 жаттығуларды осы сабақта орындаймыз. Ең бірінші жаттығуымыз ол 38-ші жаттығу. Бұл жаттығуда бізге мәтін берілген, бұл мәтінді түсініп оқып, біз астындағы сұрақтарға жауап беру керекпіз. Қыста адамдар қалың киім киеді, өйткені ол суықты денеге өткізбейді. Сонымен қатар дененің жылуын сақтайды, себебі қалың киімнің арасында ауа бар, ол даланың суығын ішке жібермейді. Ал енді ең бірінші сұрағымыз ол мәтіннің не туралы екенін айт. Бұл мәтін адамдардың қысқы киінуі туралы. Екінші сұрағымыз мәтінге ат қой. Мәтінге біз қысқы киім немесе қалың киім деген атау қойсақ болады. Үшінші сұрақ мәтін түрін анықта. Бұл мәтін әңгімелеу мәтіні ме, әлде пайымдау мәтіні ме? Одан бөлек бізде тағы да бір мәтін түрі бар, ол сипаттау мәтіні. Бізде бұл әңгімелеу мәтіні емес, себебі әңгімелеу мәтіні не істеді, не болды деген сұрақтарға жауап беріп, жалпы бізге жалпы оқиғаны әңгімелеп береді. Ал пайымдау мәтіні, бұл мәтін пайымдау мәтініне жатады, себебі пайымдау мәтіні неліктен деген сұраққа жауап беріп, ол мәтіннің ішінде бірінші сөйлемге екінші сөйлем түсіндірмесін беріп тұрады. Өйткені себебі деген сөздер арқылы бізге түсіндірмесін түсіндіріп тұр. Бұл жерде бұл пайымдау мәтініне жатады, сондықтан да. Келесі, мәтіннің алғашқы 2 сөйлемін көшіріп жаз, сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Алғашқы 2 сөйлем деп отырғанымыз қыста адамдар қалың киім киеді, бұл біздің бірінші сөйлеміміз. Екінші сөйлем өйткені ол суықты денеге өткізбейді, бұл біздің екінші сөйлеміміз. Енді бірінші сөйлемімізге байланысты сөйлемдегі сөздердің байланысын көрсетсек. Қыста адамдар қалың киім киеді. Адамдар не істейді? Адамдар киеді. Адамдар не киеді? Киім киеді. Қандай киім киеді? Қалың киім киеді. Ал қай кезде киеді адамдар қалың киімді? Қыста киеді. Өйткені осылайша бірінші сөйлемнің байланысын анықтады. Екінші сөйлем. Өйткені ол денеге суықты өткізбейді. Ол не істемейді? Өткізбейді. Нені өткізбейді? Суықты өткізбейді. Қайда өткізбейді? Денеге өткізбейді екен. Әдемілеп осайынан салып ала қойыңыздар. Келесі, қыс мезгілін сипаттап көр. Балалар, қыс мезгілі қандай мезгіл? Суық мезгіл. Қыста не жауады? Қар жауады. Біз қалың киімдерімізді киеміз. Осы біз қыс туралы білетін ақпараттарымызды жазып, қыс мезгілін сипаттап көрейік. Неге? Қыс жылдың суық мезгілі. Қыста күн суытады, қар жауады, жердің бәрі әппақ болып көрінеді. Ағаштардың бұтақтарына қар қонады. Балалар қысты жақсы көреді. Олар қардан аққала жасайды, шанамен сырғанайды, шаңға тебеді. Қыста құстарға жем беру керек. Қыс әдемі әрі көңілді мезгіл. Бұл жерде балалар бұл мәтін көбінесе сипаттау мәтініне келеді, себебі қыстың қандай мезгіл екенін бізге сипаттап тұр. Келесі жаттығу. Келесі 39-шы жаттығуға назар аударайық. 39-шы жаттығуда жеке сөздерді бір бөлек, өзара байланысқан сөздерді бір бөлек топтастырып жазу керекпіз. Бірінші топқа біз жеке сөздерді жаздық. Өсімдіктер, табиғат, көбелек, бұта. Бұлар жеке сөздер. Ал келесі өзара байланысқан сөздер су, құй, нөсер, ақ жаңбыр, суды ластама, шаңнан тазарады. Бұл сөздердің барлығы бізге жаңбырға, нөсерге, суға байланысты жазылған сөздер болғандықтан, бұлар өзара байланысып тұр. Ал мына сөздер бір-бірімен байланыспай тұрғандықтан, бұлар жеке сөздер тобына жатады. Келесі 40-шы жаттығуға назар аударайық. Келесі 40-шы жаттығуда бізде көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөйлемді көшіріп жаз дейді. Біздің үй көп нүкте жақын, тау аласалау, таудың етегіне, ну көп нүкте өскен, ағаш арасында неше түрлі көп нүкте болады.
Олар көп нүкте жәндіктерді теріп жейді. Құстарға тимеу керек. Құстар көп нүкте пайдалы. Енді бізде керекті сөздер: тауға, зиянды, табиғатқа, құстар, қарағай. Енді осы керекті сөздерді біз көп нүктелердің орындарына қойып шығайық. Біздің үй тауға жақын. Тау аласалау. Таудың етегіне ну, қарағай өскен. Ағаш арасында неше түрлі құстар болады. Олар зиянды жәндіктерді теріп жейді. Құстарға тимеу керек. Құстар табиғатқа пайдалы. Енді қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын тап, сөйлемдегі сөздердің дұрыс байланысу қажеттілігін дәлелде. Әрі қарай мінекей көп нүктелердің орнына керекті сөздерді қойып жаздық. Енді қарамен жазылған сөз бізде құстар табиғатқа пайдалы деген сөйлем. Енді осы сөйлемдегі сөздердің байланысын көрсету керекпіз. Құстар нелер? Құстар пайдалы. Не нәрсеге пайдалы? Табиғатқа пайдалы. Осылай байланысу керек сөйлемдегі сөздер. Себебі сөйлемдегі сөздер байланыспайтын болса, онда сөйлемнің ешқандай мағынасы болмайды. Яғни біз мына жердегі сөйлемдер бір-бірімен байланыспайтын кез келген бір сөздерді қойып, жай сөйлем жасасақ, ол бізде сөйлем бола алмайды. Себебі сөйлемдегі сөздер өзара байланысып отыруы керек. Сол кезде ғана біз оны бір сөйлем деп атай аламыз. Жақсы, келесі 41-ші жаттығуға назар аударайық. 41-ші жаттығу бізде шығармашылық үзіліс. Ребустың шешуіндегі сөздің бірінші ребусты шешеміз. Оны шешкеннен кейін сөз мәтіннің тақырыбы болатындай әңгіме құрастыр дейді. Олай болатын болса, ең бірінші бізде ту көрсетілген. Ту, одан кейін ғ әріпі. Ту, ғ, одан кейін анар. Анардың соңғы екі әріпін біз не істеу керекпіз? Алып тастау керекпіз. Туған, келесі 7 саны көрсетілген 7 сөзінің соңғы екі әріпін біз алып тастау керекпіз. Себебі бізде соңынан екі әріпті алып таста деп тұр. Әрі қарай р және 6, н және бесік. Ешқандай сөздерді алып тастамаймыз, осылайынан жазамыз. Қандай сөз шықты бізге астына жасайық, қандай мәтін құрастыратын біздің мақалымыз шықты. Туған жер, алтын, бесік деген бізге мақал шықты. Мақалды жаттап аламыз және осы мақалға байланысты әңгіме құрастырайық. Мінекей бізде туған жер, алтын, бесік деген мақал шықты. Енді осы туған жер, алтын, бесік деген мақалға байланысты әңгімелеу мәтінін құрастырайық. Туған жер, алтын, бесік. Туған жер менің туып өскен жерім. Мен туған жерімді өте жақсы көремін. Онда менің үйім, мектебім, достарым бар. Туған жердің табиғаты әдемі. Көк аспан, жасыл дала, таза ауа адамға қуаныш сыйлайды. Мен туған жерімде ойнап, оқып, өсіп келемін. Туған жер алтын бесік, оны сүю, қорғау әр адамның міндеті. Осымен бізде 60-шы сабақ аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.